өнердің қай-қайсысында да бүкіл қазақтың даласында мынау рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша елбасының тапсырмасына сәйкес кең көлемде қолдау жүріп жатыр. Сол бағдарламаны жүзеге асыру мәселесінде облыс басшысы Нұрлан Асқарұлы Ноғаевтың өзінің қолдауымен арнайы бағдарлама жасалып, елде руханият картасы жасақталды. Сол руханият картасында 3 жылдың ішінде атқарылатын жұмыстар, атқаруға тиісті дүниелер, соның барлығы өзінің нүктелеріне дейін қойылып, қаржысына дейін есептеліп, болжамды жоспар бойынша бекітіліп қойылып отыр. Соның бірі биылғы жылы осы үкіметтің қаулысымен біздің Атырау облыстық Махамбет атындағы академиялық қазақ драма театры академиялық атақ алды. Соған сәйкес осы әкем театры деп аталады ғой, Әуезовтің атындағы мемлекеттік академиялық театрдың шақыруымен облыстық театр ұжымы арнайы репертуармен осы алматылықтарға өз қойылымдарын, спектакльдерін қоятын болады. Енді одан да басқа айтатын болсақ, осы сәуір айында халықаралық деңгейдегі ұлы дала, ұлы өнер деп аталатын үлкен халықаралық фестиваль өткізілді. Бұрын өткізілмеген дүние. Жалпы жасалатын жұмыстар, мана айтқан алдағы уақытта өзінің кестесіне сәйкес үлкен көлемде өтетін болады.